Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ауызда еритін балықтың қуыру әдісімен бөлісетін боламын. Дәл осы әдіспен балықтарыңызды қуырсаңыздар, балық жегісі келмейтін адамның өзі балықты ұнатып кететіні сөзсіз. Егер сіздерде ағаш тақтайша болса, үстіне пищевая пленка салып қойсаңыздар, иісі сіңіп қалмайтын болады. Алдын ала жуып тазалап алған балықтарды керегінше бөліктерімізге бөліп алып, оны тұздап, бұрышын салып 1 сағатқа немесе одан да көп 2 сағатқа тұзы, бұрышы сіңу үшін қалдыратын боламыз. Сонда біздің балығымыз тұзды өзіне сіңіріп, дәмі де жақсы болып шығатын болады. Міне тұзы мен бұрышын салдық, яғни татымына қарай өздеріңіз салатын боласыздар. Мен орташа 3 балықты қуыратын боламын, сондықтан маған 2 үлкен қасық тұз, 1 шай қасық бұрыш қосып араластырып алдым. Міне барлығын араластырып 1-2 сағатқа қалдыратын боламыз. 1-2 сағат өткеннен соң тұзбен бұрышы дұрыстап сіңеді. Біз балықты осындай күнбағыс майымен қуырып алатын боламыз. Майды табаға қойып, біраз уақытқа қыздырып алатын боламыз. Сонда біздің балығымыз тез пісетін болады. Осы балық қуырудағы құпия әдіс, ол ұн мен паприканы араластыратын боласыздар. Сонда біздің балық өте сарғылт түске енетін болады, өте дәмді болып шығады. Міне турап тұзға сіңген, бұрышқа сіңген балықты алып, осылай ұнға 2 жағын кезекпен кезек аунатып алып, қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Майдың, яғни табаның асты аса қатты емес, аса төмен емес, орташа температурада пісіру қажет. Сонда біздің балықта іші барлығы пісетін болады. Міне аузыңызға салсаңыз, аузыңызда еріп кететін балықтар да пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қосатын боласыздар. Сау сәлемет болыңыздар.